Армысыздар, Оңкар арнасында кезек шығарылым. Бүгін біз тағы да жеңілдетілген автонесие туралы айтпақпыз. Әсіресе қазірге дейін берілген ақпараттарда біраз шикі тұстары бар. Кім өтірік айтып жатқанын анықтаймыз. Оның үстіне каска туралы бірер жаңалығымыз бар. Сондай жеңілдетілген автонесиенің талаптары жеңілдейді дейді. Оның не екенін айтамын. Ендеше ретімен кеттік. Алдымен жеңілдетілген автонесиенің алғашқы қорытындылары деп кеше брифинг өтті. Ол жердегі ақпарат бойынша тура кешеге дейін 34 қазақстандық осы бағдарлама арқылы салоннан су жаңа көлік мініп шығыпты. Ал 4800 адамның банктерге берген өтініші мақұлданған. Енді бұл жерде бір сұрақ. 4800 адамға 4800 көлік қайдан пайда болды? Оларды ондай көлік бізде жоқ еді ғой, кезек көп еді ғой деген сауал туар. Әрине, бұл жерде бір өзгешелік жасалды. Қазір банкқа барып өтініш беру үшін счет на оплату, яғни төлем құжатында автокөліктің VIN нөмірі міндетті түрде жазылу керек емес. Ең басқа талаптарында сондай болған. Бастапқы талапқа сәйкес автосалонмен берілетін төлем құжатына міндетті түрде автокөліктің VIN коды көрсетіледі деп талап қойылды. Осы мәселе сәл қиындық туғызуына байланысты осы біздің басшылықпен жаңа автокөліктерді шығарушылармен келіссөздердің нәтижесінде бұл VIN код көтерілмейтін болды, көрсетілмейтін болды. Осы нәтижесінде несие неғұрлым қолжетімді болады халыққа. Енді автосалонға барып, мен тура осындай көлікті жеңілдетілген несиемен алам, маған счетына оплату беріңіз десеңіздер, ол жерге көліктің маркасы, моделі, бағасы, тағы басқалары комплектациясы жазылып, бірақ VIN нөмірі жазылуы міндетті емес. Яғни сіз несиені рәсімдеп өтінішті беріп қоясыз, одобрение аласыз, содан кейін бірнеше айдан кейін барып жаңағы көлігіңізді алуыңыз мүмкін, кезекке тұрған көлігіңізді. Енді қызық ақпарат айтайын. Осы 4800 көлік бойынша бүгін ғана үкімет отырысынан кейін журналистер индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаевқа сұрақ қойды. 4800 адам одобрение алды, енді олар көліктерін қашан алады деп сұрады. Қайырбек Өскенбаев 2-3 айдың ішінде олар көліктерін мінеді деп жауап берді. Ал бұған дейін біздің есімізде Қазақстан автобизнесі қауымдастығы, яғни зауыттар оның қарамағына жатады, айтқан болатын, біз кемінде ай сайын 7000 көлік шығарамыз деген. Яғни сонда бір айда 7000 көлік шығарама, әлде 4800 көлікті 3-4 айда шығарама. Бұл да бір сандарда шикілік бар деген сөз. Оның үстіне кеше өткен брифингте тура осы Қазақстан автобизнесі қауымдастығының өкілі былай деді. Бізде қазір автосалондардағы қоймаларда, яғни складтарда 8000 көлік дайын тұр деп. Міне сұхбаты. Қазіргі таңда салонда көліктер бар ма, немесе зауыттарда бар ма деп. Әрине, қазіргі таңда осы тиімді несиелеу бағдарламасы аясына жалпы бірінші этапта 8000-нан астам көлік дайын тұр. Және де осы маусым айларынан бастап тағы да 8000-нан астам көлік осы тиімді несиелеу бағдарламасына арналған жеткілікті көліктердің саны бар. Бұл 8000 көліктің барлығы премиум класстағы көліктер емес шығар, жаңағы жеңілдетілген автонесиеге келетіндері бар ғой, әрине. Кемінде бір 3000-ы, жарайды, 2000-ы делік. Сонда бұл 8000 көлікті неге бермей жатыр, егер шынымен бар болатын болса? Бұл жерде немесе бизнес қауымдастығы, немесе министрлік өкілдері қате ақпарат беріп отыр деген сөз. Каска туралы айтайық. Жалпы біз касканы міндетті төлем ретінде қабылдап үйреніп қалғанбыз, яғни оны көліктің үстіне қосатын құн деп. Шын мәніне келгенде бұл автосалондарға қажет емес нәрсе. Бұл банкке қажетті төлем. Себебі мысалы сіз көлікті несиеге алдыңыз деп. Бетін аулақ қылсын, бірақ бір ДТП болып, үлкен көлік қатты зақымданған жағдайда, немесе эксплуатацияға жарамайтындай жағдайға жетіп қалатын болса, оның үстіне сіз несиеңізді төлемейтін жағдай болса, ол каска банктың сақтандыру кепілдігі. Яғни банктен несие алу үшін сіз көлігіңізді залогқа қойдыңыз ғой.
егер сіз несиеңізді төлемейтіндей жағдай болса, банк сіздің көлігіңізді алып қоюға құқылы. Жол көлік оқиғасына басқа, білмедім, автокөлігін біреу бүлдіріп кетсе, сондай жағдайда бұл азамат жалғыз бұл проблемамен қалмай, мысалға айтайық, машинасы бұзылып қалды, біреу бүлдіріп кетті. Қарыз тұр, кредит тұр. Осындай кезде сол касканың үлкен көмегі болады. Өйткені касканың қамтитын жағдайлары, осындай келеңсіз жағдайлары өте кең болады. Бірақ сонда да енді бастапқы кезде талап болды, 7 жылға несие берілсе, касканы да сол 7 жылға бірақ төлесін деп. Ол бір миллион теңге әртүрлі автокөліктің құнына қарай болады өзі. Осы келіссөздердің арқасында бұл каскада 7 жылға бірақ төлем емес, 7 жылдың ішінде жыл сайынғы жеңілдетілген төлемге ауыстырылды. Ал егер де сіз оны аударып, бытышын шығарып, күлпатшасын шығарып, бірақ несиеңіз төлемей қойсаңыз, банк сіздің көлігіңізді да алмайды, не қарызын да қайтара алмайды. Сол үшін каска ол міндетті қылып банктер арнайы кіргізіп қойған. Енді касканың 7 жылдық құны кемінде миллион, әйтпесе 2 миллионға дейін, миллион мен 2 миллионның арасында, миллион жарымның шамасында болады деген ақпараттар бар. Бұл әрине үлкен ақша ғой. Сондықтан қазір келісімдер жүргізіліп, 7 жылға бірден емес, касканы жыл сайын алып тұруға мүмкіндік берілген екен. Яғни 100 мың теңге, 200 мың теңге, енді оның өзі де аз ақша деп айта алмаймын. Сонша ақшаны жылына бір рет төлеп, касканы создырып отыруыңызға мүмкіндік бар. Бұл да жаңағы жеңілдетілген автонесие бойынша жасалған жеңілдік деп қарастырып отыр үкімет. Сонымен қорытындылай келе, қазіргі таңдағы жеңілдетілген несие бойынша жасалған өзгерісті счетная оплатаға, төлем есеп құжатына көліктің ВИН нөмірін жазу міндетті емес. Егер де сіз үмітті болсаңыз, салонға барып қажетті деген көлік счетная оплату алып, банктен барып тексере аласыз. Сізге одобрение бере ме, жоқ па деген нәрсені. Екіншісі, касканы 7 жыл бойы төлеудің де қажеті жоқ. Айтпақшымдағы жеңілдетілген автонесиеге бөлінген 100 миллиард біткен кезде несиелендіру тоқтайды деген сөз емес. Бұл револьверлік тәсілмен ары қарай да жұмыс істей береді. Яғни несие алған адамдар ай сайын төлейді ғой, сол төлем жиналып белгілі бір суммаға жеткен кезде ай сайын белгілі бір мөлшерде тұрғындарға көлік беріліп отырады. Әзірге осы, арнаға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса, басқалар болса пікірге жазыңыздар, амандықта жүздесейік.